Мурсалат сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Игі мақсатта бірінен кейін бірі жіберілгендерге серт. Игі мақсатта жіберіліп, көк дауылдай жылдам әрі екпінді қимылдайтындарға серт. Және уақи жазылған қасиетті парақтардың мазмұнын жайған үстіне жаятындарға серт. Жаю арқылы ақиқат пен жалғанның ара-жігін ажырату жолында қызмет ететіндерге серт. Илахи уақиды алып келушілерге серт. Кейбіреулер үшін кешірім, енді біреулер үшін ескерту болсын деп, илахи уақиды алып келушілерге, сендерге уәде етілген нәрсе міндетті түрде жүзеге асады. Жұлдыздардың жарығы сөндірілгенде, аспан қағайырылғанда, таулар күл болып ұшқанда, сондай-ақ елші пайғамбарлар үшін үмбеттеріне куәлік ететін уақыт белгіленгенде, мұның бәрі қай күнге шегерілді. Кесімді үкім шығарылатын, һәм адамдарды сенімімен жақсы жаман ісіне қарай бір-бірінен айыратын күнге шегерілді. Осынау кесімді үкіммен айыру күнінің қандай күн екенін білесің бе? Алла білдірмесе, сен оны қайдан білесің? Сол күні осынау ақиқатқа сенбейтіндердің жағдайы қандай өкінішті десеңші. Біз ақиқатты мойындамаған алғашқы қауымдарды жойып жібермеп педік. Содан кейін солардың кебін киген кейінгілерді де солардың соңынан жібереміз. Біз өмір бойы күнәдан көз ашпаған күнәһарларға солай істейміз. Сол күні осынау ақиқатқа сенбегендердің жағдайы қандай өкінішті десеңші. Осынау ақиқатты жалған деуге қалай ғана дәттерің барады. Біз сендерді болмашы судан жаратпадық па? Артынша оны, яғни ұрықты берік орынға, ана жатырына орналастырдық. Белгілі бір уақытқа дейін сол орынға орналастырдық. Сондай-ақ, болмыстарыңа қатысты барлық нәрсені белгілеп қойдық. Біз қандай керемет белгілеушіміз. Сол күні осынау ақиқатқа сенбегендердің жағдайы қандай өкінішті десеңші. Біз жерді жиналу орны етпедік пе? Яғни жер ананың үстін тірілерге, астын өлілерге тұрақ етпедік пе? Сондай-ақ сол жер бетіне асқарлы тауларды қазықтай қақтық. Сендерге сол таулардан бастау алатын тұщы су нәсіп еттік. Сол күні ақиқатқа сенбегендердің жағдайы қандай өкінішті десеңші. Қане, тұрмаңдар. Дүниеде жүргендеріңде өздерің сенбей келген жаһаннамға қарай бет алыңдар. Қане, 3 жерден будақтаған қап-қара түтіннің саясына барыңдар. Алайда ол сая болмайды, және алаулаған оттан да сақтамайды. Сол от үлкендігі үйдей ұшқын шашады. Ол ұшқындар бейне бір келе-келе сары түйелердей болып шашырайды. Сол күні ақиқатқа сенбегендердің жағдайы қандай өкінішті. Бүгін кәпірлердің аузына құм құйылатын күн. Кешірім тілеп, арылу бұлай тұрсын, оларға бір ауыз сөз айтуға да рұқсат берілмейді. Сол күні ақиқатқа сенбегендердің жағдайы қандай өкінішті десеңші. Бүгін кесімді үкім шығарылатын, һәм адамдарды сенімімен жақсы жаман ісіне қарай бір-бірінен айыратын күн. Міне, сендерді де, алғашқыларды да бір жерге, яғни махшарға жинадық. Ал енді жазамнан құтылу үшін жасайтын қандай да бір айла амалдарың болса, қане, қарап тұрмаңдар. Маған қарсы қолдарыңнан келген айла амалдарыңды жасаңдар. Сол күні ақиқатқа сенбегендердің жағдайы қандай өкінішті десеңші. Шүбәсіз Аллаға шын көңілден тағзым етіп, әміріне қарсы келуден қорыққан тақуа жандар сол күні саяжайларда, бұлақтардың басында болады. Көңілдері қалаған жеміс-жидектердің арасында болады. Дүниеде істеген игіліктерің үшін ерекше тәбетпен жеп ішіңдер, ас болсын. Біз игілікке жаны құштар, ізгі жандарды міне осылай бағалап, сый-сияпатқа бөлейміз. Сол күні ақиқатқа сенбегендердің жағдайы қандай өкінішті десеңші. Ендеше сендер, ақиретке сенбейтін имансыздар, мына 5 күндік жалғанда азғантай уақыт ішіп жеп,
өмірдің қызығына бата тұрыңдар. Анығында сендер өмір бойы күнәдан көз ашпайтын барып тұрған күнәһарсыңдар. Сол күні ақиқатқа сенбегендердің жағдайы қандай өкінішті десеңші. Оларға: қане, Алланың алдында бас иіңдер, оған құлшылық жасаңдар делінгенде бас имейді. Сол күні ақиқатқа сенбейтіндердің жағдайы қандай өкінішті. Олар осынау Құранға сенбегеннен кейін басқа қай сөзге сенеді?